Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Бүгін біз миндаль егетін боламыз. Миндаль деген не десеңіздер, міне мынадай дәнектер. Бұны барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Енді атын білмесеңіздер де дәнектің өзін көріп жүрген шығарсыздар. Құдай қаласа осын егетін боламыз. Мен қыстың күні январ айларында еккен болатынмын. Міне оның жемісі қазір міне өсіп тұр, Аллаға шүкір, міне өсіп жатыр. Жаймен мына үлкен ыдысқа енді ауыстырдым. Бұған дейін кішкентай ыдыста тұрды да жөндеп өспей қалды. Біраз уақыт тұрып қалды. Негізі үлкен ыдысқа ауыстырса, ол өте жылдам өседі. Енді бұны егудің бір жолын айта кетейін сіздерге. Мен ең бірінші алып, бұны бірденнен суға малып алып, жаңағыдай кішкене марліге су шашып, солай жасап қойып қойған болатын. Ол кезде бұл өсіп шықпады, өнбеді. Сөйттім де мен интернеттен жан-жақтан іздендім, және де бұның қыр-сырын тауып алдым, үйрендім өзім қазіргі уақытта. Ол қандай десеңіздер, бұны сатып алып келгеннен кейін ең алдымен осындай пластмасс ыдысқа салып, және де мынадай крышкамен жауып, жақсылап, осыны бір ай холодильникке сап қоямыз. Тура осылайнан холодильникке сап қоямыз. Морозильнигіне емес, холодильнигіне саламыз. Холодильникке тура осылайнан бір ай сап қоямыз. Бір айдан кейін аламыз да, және кішкене марліге орап, кішкене су шашып қоямыз. Сол кезде өніп, жаңағыдай бүршік жарып шығатын болады. Содан кейін барып, бұны аламыз да, міне мынадай кішкене бүршік жарады. Сол бүршік жарғанын алып, міне бұлайнан егіп қоятын боламыз. Бүршігінің басын кішкене бейтіп топыраққа кішкене кіргізіп қойсақ, сол жеткілікті. Содан кішкене суды шашып отырамыз. Содан өзі арғарай бүршігі топыраққа кіріп, содан арғарай өніп, өсіп шығатын болады. Міне нәтижесі осылайнан өсті. Құдай қаласа, бұл миндальдың өте керемет жаңағыдай витаминдерге толы. Бұл және де бұның тағы бір артықшылығы, бұл қазіргі уақытта нарықта өте қымбат. Бұның бағасы 5.000, 6.000, 7.000 сондай бағада сатылып жатыр. Оны өздеріңіз базарларға барып көз жеткізсеңіздер болады. Және де бұны Қазақстанда егіп жатыр, Қазақстаннан шығып жатыр дегенде мен өзім естіген жоқпын. Мүмкін бар шығар, бірақ та өте жаңағыдай үлкен көлемде айналысып жатқан кісілер жоқ секілді. Мен өзім ізденіп көргеніме байланысты айтып жатырмын. Бұмен үлкен көлемде айналысып жатқан ешкім жоқ. Бұл нәрсемен тек қана шетелде, шет мемлекеттерде үлкен гектарлап егіп тастаған. Бұл суды көп қажет етпейді, құрғақ жерлерде өсе береді. Сондай бір артықшылықтары бар. Және де бұның тағы бір артықшылығы, бұл өте суық жерде, жаңағыдай суық жерлерде -10, -20 градус суықты көрмесе, бұл жеміс бермей қояды. Және де өте ыстық, +10, +20 градус тағы да ыстық болмаса жаздың күндері, онда да бұл жемісін дұрыс бермейді. Сондай бұның ыстықта, суықты да қажет ететін сондай бір жақтары бар екен. Сондықтан Құдай қаласа Қазақстанның ішінде осындай миндальдарды барлығымыз өндірейік, өсірейік, және де бір-бірімізбен тәжірибемізбен алмаса отырып, үлкен плантациялар жасап, сол жерлерге егіп, Құдай қаласа жемісін алып, жемісін өзіміз жеп, және де базарларда сатып, нарықтағы бағасын кішкене түсіріп, халыққа қолжетімді қылып, кішкене жаңағыдай конкурентоспособный дейді ғой, сондай шетелдерге шығаратындай болып, өзіміз сондай дәрежелерге жете берейік. Құдай қаласа осы миндальды егіңіздер. Сіздерге де кеңес берем. Және де осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің лүпілдеріңізді басып, және де пікірлеріңізді қалдырып, біздің осы TikTok арнамызға және YouTube арналарымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.